Сәлем достар, бәріміз білеміз, күзгі аниме маусым өз соңына жақындап келеді және оны бір қорытындылап жіберетін уақытта келген сияқты. Мен күзгі маусымда шыққан барлық анимелерді көрмесем де, сіздерге ұсынатын анимелерім баршылық. Сіздермен әдеттегідей аниме өмір, ал кеттік. Қиырдағы паладин анимесі исекай жанрындағы қалыпты аниме, дегенмен бұл тайтылда тыныш, асықпай алға жылжитын оқиға желісі мен жалпы жаман емес сурет стилі бар. Оқиға желісі басқа әлемде қайта дүниеге келіп, елес сиқыршы, өлі абыз және сүйек жауынгердің қолында өскен жұмсақ және нәзік бас кейіпкер жайлы баяндайды. Аниме бізде артық сұрақтар тудырмас үшін бәрін басынан бастап егжей-тегжейлі түсіндіріп беруден тайынбайды. Онда көз ауыртатын фансервис жоқ, және сол үшін де сізді ұялтатын, ыңғайсыздық тудыратын сәттер де жоқтың қасы. Бас кейіпкер жылауық болғанымен, мұны оның өткен өмірінің жұрнағы деп қабылдауға болады. Себебі әдетте исекай жанрында өткен өмірінде жетістікке жетпеген, қоғамға сіңісіп кете алмаған адамдар көрсетіледі ғой. Аниме өте түсінікті, ал оның түсінікті болуы экшнның аздығынан туындаған. 5 және 6 серияларға қарай біз аниме әлемін зерттеуге бас кейіпкермен бірге аттанамыз, ал анимедегі әлем әрбір исекай жанрындағы анимедегідей қызығарлық, және ол көптеген сұрақтар тудырады. Бұл әлем неге осындай, ол қалай пайда болды, және тағы да басқа деген сияқты. Ал сол сұрақтар өз кезегінде анимені одан әрі көруге бір себеп болмақ. Жалпы анименің деңгейі орташа, егер сіз экшннан шаршасаңыз, онда бұл тайтылды көруге болады. Дегенмен баяу жылжитын оқиға желісі сізге ұнамаса, онда оны бастамаған дұрыс. Оларды көре алатын қыз, немесе Миеруко-чан анимесі алғашқы сериялардан-ақ сізді қыздардың ұятты жерлерімен баурап алғысы келеді. Бірақ тек алғашқы серияларда ғана, сол үшін анимені тастап кетуге асықпаңыз. Бұл аниме фансервис пен хоррор жанрын жақсы үйлестіре алған. Оқиға желісі елестерді көре алатынын байқаған мектеп оқушысы Миконың өмірі жайлы баяндайды. Мико үшін үлкен стресс пен үрей тудырған елестер, оның өмірінен кететін түрлері жоқ. Және сол елестердің кесірінен Мико енді қызықты әрі күлкілі жайттарға тап бола бастайды. Анимені көріп отырып, әрі қарай не болады деген сұрақ еш жоғалмайды. Опенинг пен эндингте анимедегі стилистикаға сай жасалған. Аниме көруге өте жеңіл, ол хоррор жанрында болғанымен, оны қорқынышты деп айту қиын. Онда тәрбие, адамгершілік жайлы ойлар, идеялар аз. Сол үшін бұл анимені жай ғана қызықты уақыт өткізу үшін көруге болады. Ол кез келген адамға ұнауы тиіс, сондықтан да оны еш уайымсыз көріңіз, күліңіз және ләззат алыңыз. Ай, Лайка және Носферату анимесі орыстарды жаппай қоңыр қылып, бір жерлерін күйдіріп, ащы тарихи шындықтың бетін бір ашқандай болды. Себебі аниме бізге екі алып империяның ғарыш кеңістігін жаулау жөніндегі бақталастығын көрсетеді. Яғни көрермен кеңес одағына сүйеніп жасалған елдегі ғарышқа ұшу бағдарламасымен танысады. Бас кейіпкер Ирина есімді вампир, яғни қанішер қыз, ғарыш кемесімен жасырын түрде ғарышқа ұшуы керек. Сіз бұл деген керемет қой деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ Ирина үкімет үшін жай ғана зертханалық қоян секілді. Ол үкімет бастаған ғылыми топ адамдарды ғарышқа ұшыруға толық дайын болмаған соң, адамдардың орнына ғарыш кеңістігіне ұшуы керек. Ал ғарыш кемесі ыңғайлы әрі сапалы бола ма, әлде болмай ма? Иринаның өмірі үшін бұл іс қауіпті бола ма, әлде болмай ма? Мұндай ойлар үкіметті мүлде қызықтырмайды. Оқиға желісі Ирина мен оның тәлімгері Лев Лепстің Иринаны ғарышқа ұшу үшін дайындықтарын және Иринаның ғарышқа ұшу процесін көрсетеді. Одан бөлек Ирина адамдар өмірімен жақынырақ танысып та үлгереді. Анимеде кеңес одағында қалыпты дүниелер саналған жан-жақтан төгілген пропаганда, көрші елдерге деген себепсіз ыза мен кек, мемлекеттік идеологиямен ұштаспайтын ойлар мен пікірлер үшін қудалау, адам өмірінің құнсыздығы және кейбір жерлерде тіпті тауарлық дефицит те көрсетілген. Әрине, анимеде кеңес одағындағы ауыр өмірдің тек бір шеті көрсетілген, бірақ тайтылдың негізгі идеясы қиындықтарды жеңіп шығу, төтеп беру, шыдау, өз мақсаттарыңнан тайынбау.
достық, сырластық, романтика тақырыптарын көтеру еді, және аниме меніңше өз мақсатын орындай алды, және одан бөлек ол ащы тарихи шындықтың бетін тағы да бір рет аша алды. Яғни бұл тайтл көруге тұрарлық, ал қазақтар үшін ол тіпті көруге міндетті десек те болады. Үш бұрышты терезенің ар жағындағы түн, меніңше дұрыс аударған сияқтымын. Үш бұрышты терезенің ар жағындағы түн анимесі алғашында яой жанрындағы анимені еске түсіреді. Аниме сюжеті екі жас экзорцист жігіт жайлы сөз етеді. Ал бастапқы сериялардағы біртүрлі жайттардан соң анимені шынымен де тастап кеткім келеді. Дегенмен екі жігіттің арасында ондай сезімдер жоқ екені кейінгі эпизодтарда расталады. Аниме елестерді қуу, олардың пайда болу себептерін, көз тию, қарғыс сияқты тылсым дүниелерді көрерменге қызықты етіп көрсете алған. Алғашқы сериялар бір-бірімен байланыссыз болып көрінгенімен, кейінірек барлығы үлкен ауқымды оқиға желісіне ұласады, және де бір жерде жиналған кем дегенде үш кейіпкердің бір-біріне байланысы бар екені көрсетіледі. Ал ол қандай байланыс, оны анимені көргенде біле аласыздар. Яойдан қорықпаңыз, осы анимені көріңіз, себебі ол шынымен де қызық, мұнда яой мүлде жоқ десе де болады. Шекара маңы соғыстары анимесі басқа алып империялардың отарына айналған Жапония жайлы баяндайды. Бас кейіпкер Амо Сиба мехаларға қызығатын, қолы бос кезде өзі тауып алған мехін жөндеп, соны әрі қарай құрастыратын жасөспірім жігіт, және күндердің күнінде оның қызығушылығы оны отарлаушы империялардың бірінің жауына айналдырып шыға келді. Енді онсыз да соғысты аса жақтырмайтын Амо жапондық партизандар отрядтарында өз мехасымен соғысуына тура келді. Ал кейінірек жаулардың саны одан да арта түсті, және әрине достардың да саны артты. Бұл анимеде сіздер 2D мехаларды көре аласыздар. Қазіргі таңда 2D мехалар сирек кездеседі, себебі көптеген студиялар мехаларды 3D анимациямен жасайды, себебі 3D анимациямен олар жасаған оңайырақ. Одан бөлек, онда экшн, атыс шабыстар баршылық, достық күші, адалдық, әділеттілік, яғни әр сёнэн жанрында кездесетін штамптар да мұнда баршылық. Сол үшін сіздердің іштеріңіз пыспайды, және оған қоса меха жанры қазір сирек кездесетін жанр, ол исекай мен күнделікті өмір жанрларының тасасында қалып кетті десем де артық айтқаным емес. Сол себептен жаңа жанрмен танысам десеңіздер, бұл сіз үшін өте жақсы мүмкіндік. Мына қанішер қайта-қайта өле береді анимесі. Мен бұл анимені бірнеше күн бұрын ғана көруді бастадым, және осы аниме маған өте қатты ұнады. Себебі ол нағыз достарыңмен бірге отырып көретін комедия. Оқиға желісі бойынша Дралука есімді қанішерден барлық тірі жан қорқады. Адамдар тіпті оның қорғанының қасына барудан үрейленеді. Дегенмен бір күні Дралуканың қорғанына бір кішкентай балақай кіріп кетеді, ал оны құтқаруға қорғанға ең мықты жалдамалы қанішер өлтіруші Рональд барады. Және сол уақытта Дралуканың жиі қорқатын, ал қорыққан кезде өліп қала беретін нағыз су жүрек қанішер екені анықталады. Аниме гильдия мүшесі Рональд пен Дралуканың бірге жұмыс жүргізуін бізге көрсетеді. Не үшін олар бірге жұмыс жасауға көшті? Ол анимеде көрсетілген, және олардың өмірі мен бастарына түскен жайттар тағы да қайталап айтайын, күлкілі жеткізілген. Анименің суреті де соған сай. Кейбір фондар тіпті шын өмірде өзің жүріп өткен жерлерге ұқсайды. Жалпы аниме қабылдауға өте жеңіл, оны қанішерлер жанрына арналған пародия деп қабылдасаңыздар да болады. Және егер сіздер тозаққа қош келдің Ирума анимесін көрсеңіздер, онда осы екі анимеден біршама ұқсастықтар таба аласыздар. Коми коммуникативті емес анимесі бізге жоғарғы сынып оқушысы Комидің тым әсіреленген адамдармен сөйлесу фобиясы жайлы сөз етеді. Коми сияқты мүлде адамдармен сөйлесе алмайтын адам шын өмірде жоқтың қасы. Дегенмен адамдармен сөйлескенде қиналатын, көп сөйлемейтін, жаңа адамдармен таныса алмайтын, сөйлеуге ұялатын, басқа адамның қасында тұрғанда ойына еш нәрсе келмей қатып қалатын адамдар баршылық. Комиді соларға ұқсатқан дұрыс секілді, және әрбір серия сайын сіздер Комидің ақырында өз қорқынышын жеңе бастағанының куәсі боласыздар. Коми тіпті өз алдына мынанша адаммен достасамын деп мақсат қояды. Нақты қанша адам екенін мен айтпай-ақ қояйын. Дұрыс нұсқасын комментарий ретінде жазып көрелік, егер сіздер білсеңіздер әрине. Оған қоса бұл анимеде
атмосфералы, детализациясы жақсы, әдемі сурет стилі бар, және аниме тек коми жайлы емес, оның мектебіндегі біртүрлі оқушыларды да көрсетіп, аниме одан әрі қызықты бола түседі. Айта кететін жайт, бұл анимеде түсіндірме ретінде ерекше анимациялық стиль қолданылған, және ол да осы тайтлды жақсы жағынан толықтыра түседі. Менің жеке ойымша бұл анимені көру керек, себебі ол қызық және өзіне ғана тән ерекшеліктері ол анимеде бар. Жалпы мен такт, опус пен басқа әлемде қайта дүниеге келген киллер жайлы анимені да көргім келген, бірақ олардың барлығын көруге менің уақытым жоқ, өкінішке орай. Дегенмен сіздер осы анимелерді көрсеңіздер, немесе күзгі маусымдағы басқа анимелерді, немесе 2-3 сезоны шыққан анимелерді көріп жатсаңыздар, астына міндетті түрде сол анимелер жайлы өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, басқа адамдар көрсін, мен көрейін. Ал қазақша толық аударылған қызықты анимені көргілеріңіз келсе, онда мына видеоға өтіңіз. Сау болыңыздар.